балам, амансың ба? Әлі біздің жаңалықты көрдің бе? Өз отбасымыздың мүшелері ғана жиналсын деп еді. Шынар отыр. Мирас, сенің ұйықтайтын уақытың болды. Жүр. Тоқта. Барлығыңыз қала беріңіздер. Әсіресе сен толқын. Отыр. Балам, не болды, тыныштық ба? Мынау менің қолымдағы. Марқұм әкем қаныштың қайтар кезінде түзетіп жазып кеткен өсиет хаты. Оның не екенін бәріңіз білетін шығарсыздар. Иә, білеміз. Мына бір парақ қағазда әкемнің артында қалған мұрасы жазылып, ендігі иесін атата алған. Мен жалғыз ол сен емессің бе? Басқа кімді жазады? Әлде некесі баласы бар ма? Ол жерде қаныштың жалғыз ұлы Әлидің де өмірлік жары Зәуре Жарқынбекқызын да атата алмаған. Мәссаған. Әкемнің бар жиған тергені, артында қалған мұрасы Толқын Жұмабекқызының атына жазылған. Не дейді? Масқара. Бүгінгі күннен бастап Толқын Жұмабекқызы барлығына иелік етеді. Сондай-ақ ескерту де бар. Қандай ескерту? Егер Толқын Жұмабекқызы өз еркімен бас тартса ғана, иелік Әли Қамшылыны өтеді делінген. Алып қосарларыңыз бар ма? Зәуре неге үндемейсің? Мынау масқара ғой. Сонда ең жақын адамдары, отбасы, туысқандары ештеңе істей алмайсыңдар ма? Мен мына қағаздың шын екеніне күмәндімін. Толқын кім, сендер кімсіңдер, а? Иә? Қайырлы кеш. Келіңіз, сөйлет осырақ. Ал. Сәт кешіккен үшін кешірім сұраймыз. Ештеңе етпейді. 5 минуттың арсы берісіне. Әли мырза да кешігіп жатыр ма? Жоқ, өкінішке орай Әли Қамшылы бұл кездесуге қатыса алмайды. Жағдайға байланысты түсініспен қарайсыздар деген ойдамыз. Түсінбедім. Компания басшысы кездесуге қатыспай ма? Компания басшысының сенімді өкілі ретінде барлық ақпараттармен бөлісіп, жоспарлармен өзім таныстырамын. Кешіріңіз. Әли мырзаға бұл кездесудің маңызы болмаса, бізге де керек шамалы. Сау болыңыздар. Тоқтаңыздар. Кешірім сұраймыз әрине. Бірақ асықпай отырып бір келісімге келерміз. Жоқ. Біз онсызда Әли Қамшылыны өз-өзіне келуін күттік. Уақыт бердік. Ал ендігісі артық. Бізден сәлем айтыңыз. Өкінішті. Кім? Мен.
Бұдан былай есік қақпай кіре берсең болады. Бұл енді сенің үйің, сенің кабинетің. Керісінше менің бұл жерде жүргенім дұрыс емес. Енді қайталанбайды, кешір. Әлі сен әдейі істеп тұрсың ба? Нені? Қаншағаның бұлай істегеніне мен не кінәм бар? Мен сені кінәлі дедім бе? Онда неге кекетіп тұрсың? Шындығы сол ғой. Әкемнің қалауы осы. Орындауым керек. Аманатқа қиянат жасамайтын әдетім бар еді. Болдың ба? Bir günde şişergen bay болып шыға келген қалай екен? Bir günde тақыр кедей болғанның қандай екенін айтайын ба? Мен соқыр тиын алмаймын. Қағаздан бұрын сен ол кісінің жалғыз мұрагерісің. Бар байлық саған тиесің. Сен де мені аяп тұрсың ба? Мен саған мүсәпір байғұс болып көрініп тұрмын ба? Маған қайыр садақа жасаған келіп кетті ме? Али, мен үндемейді екен деп артық кетпей. Маған қатты сөйлегеннен ештеңе өнбейді. Одан да бірігіп мына мәселені шешейік. Алмаймын мен ештеңе. Әкемнің өз күшімен жинаған дүниесі. Кімге берем десе де өзі біледі. Маған бәрібір. Мен өзімді өзім көтерем. Маған сенің садақаң керек емес. Қанышты байлансыз ақ көрем. Али, болды жете ме? Тағы да айтам, артық кетпе. Қағазда жазылғандай мен бәрінен бас тартам. Қаншағаның бар мұрасын жерге ұшырып алмасам болды. Толқын. Сен өзіңді кіммен деп тұрсың ба? Енді маған ақыл айтайын дедің бе? Ашуың басылсын, ертең сөйлесеміз. Толқын ханым. Әміріңізге құлдық. Тағы не істейін? Аяғыңызды жуып, арқаңызды уқалап бергенді қалайтын шығарсыз.